Сәлем баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге аштықсыз дайындалатын және өте жұмсақ және майсыз болып шығатын шийтті шелпектің рецептісімен бөлісемін. Менің каналымды қолдап, лайк басып, пікір қалдырып, видеомды соңына дейін көріңіздер. Алдымен ұн, жылы ыстық су, ыстық сүт, ерітілген сары май, тұз, ас содасы және қант қажет болады. Қалауларыңызша сұйық майдан да қоссаңыздар болады. Бірінші суымызға жарты қасық тұз салып ерітіп, үстіне қант саламыз, сүт қосамыз және ерітілген сары майды қосамыз. Және қалауларыңызша сұйық майдан шым-шым қосамыз. Еліктен өткізілген ұнымызға ас содасын қосып араластырып, осы суымызға қосамыз. Ұнымызды бөлшектеп салып аламыз және жақсылап араластырамыз. Қамырымыз қоюланғанда қолдың күшімен әрі қарай нан илейтін боламыз. Бізде жұмсақ қамыр пайда болу керек. Енді бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз аштықсыз болғандықтан сәл ғана көтерілді. Енді біз бұны 7 бөлікке теңдей бөлуіміз қажет. Мінекей осылай бөлшектеп бетін кішкене жауып қоямыз. Қамырымызды жайған кезде қатты жұқа қылып жаймаймыз, қалың болуы қажет. Мінекей осылай 1-2 минут тұрса, жақсы көтерілетін болады. Енді қызып тұрған майымызға шелпектерімізді жаймен салып, барлығын пісіріп аламыз. Шелпектеріміз өте әдемі әрі жұмсақ болып шықты. Дәл осы рецептпен жасап көріңіз.